Ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді бризоль дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 4 жұмыртқа. Осылайына видеодағындай жарып аласыздар. Жұмыртқадан кейін чесногымызды, тұзымызды, приправамызды барлығын осылайына салып араластырып аламыз жұмыртқаға. Одан кейін барып ситадан өткізіп ұнымызды саламыз. Әбден біріккенше видеодағындай араластырасыздар. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Одан кейін сүт қосасыздар. Оны да бір араластырып, біріктіріп жібересіздер. Біріктіріп болғаннан кейін барып жуамызды салып, оны да біріккенше араластырамыз. Мына жерде менде қолдан туралған фарш, сіздер андай мясорубкадан өткізіп алсаңыздар болады. Осының барлығын араластырып, қосып алғаннан кейін, міне осындай не болу керек, сұйықтық болу керек. Содан кейін табамызға май құйып, қыздырып, осылайынан екі жағынан қуырып аламыз. Одан кейін мұнда менде күрішке подлив дайындайсыздар. Менде мұнда бір жуа чеснок салдым. Барлығын әбден қуырып алғаннан кейін барып, томатымызды қосып, араластырып, одан кейін үстінен су қосасыздар. Мен болгар бұрышын қостым. Бетін жауып қайнатамыз 10 минутқа. Одан кейін міне бризоліміз дайын болғаннан кейін ішіне кетчуп пен майонезді бірге қосып жағып шықтым. Сіздер ішіне жаңағы қиярдан, помидордан жасалған салат салсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Одан кейін күрішті кесеге осылай бетін тегістеп, табаққа төңкеріп алдым да тарелкама. Одан кейін үстіне кішкене жаңағы дайындаған подливтымды құйдым. Одан кейін бетін осылайынан әрлесеңіздер болады. Немесе көкшөп қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.